Бұл шоуды тек қана до конца адамдар қарайды. Сен до концасың. Просто подписка бас, лайк бас, комментарий жазып жібер. Чуть-чуть уақыт берем. Істедің бе? Олай болса, біз бастаймыз! Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бұл до конца шоу. Саламат Жылқыбаев сіздермен бірге. Біз бастаймыз. Бір қошемет деп қойыңыздар. Әдемі көңіл-күй, позитив настроение, молодежный, кәдімгідей дерскі отырмыз. Себебі біздің қасымызда бүгін пранкер, тиктокер, сосын ютубер. Ютубта 16 миллион жинаған Қошақан балдар! Қошақандар. Қыздардың крашы, қыздардың арманы, жигелар, қош келдіңдер. Өзім бауырларым көргеніме өте қатты қуаныштымын. Қазір новый трек шықты, уже миллионнан асып кетті. Бұйырса Қошақан 100-ге, анау 16-ға өшім бақтарың жана берсін. Қош келдіңдер. Қалайсыңдар, амансыңдар ма? Так, кімнен бастаймын? Беріктен баста. Мен бүгін оны тұрған бәрін. Бүгін бәрін саған қарай бұрып атымыз. Себебі енді сен шыны керек, Берік өте талантты жан, ол композитор. Ән жазады, сөзін жазады. Осы жігіт шығарады, мына жігіт полный рекламасын продвигать етіп тиктокқа хит қылады. Берік, давай сенің до концаңнан бастайық, өміріңде барған до концаң. Менің до концам ба? Сенің до концаң. Қошақанды айтпаймын, сразу айтып қоямын, ол до конца бар уже потолок. Қандай до конца бар? История. До конца... Енді осындай кезде историяларды еске түспей қалады екен. Не, кешеден бері ұйықтаған жоқпын. До конца осы шоуға дейін. Кешеден бері шақырту келді, содан бері келдім. Айтпақшы, бір история есіме түсіп кетті. Шығарып алдық әйтеуір шығарып алдық. Андай баяғыда мектептің кезінде не болды? Оқушы болдым ғой дейді ғой. Сол кезде андай сабақта отырық бәріміз. Сосын қасымда бір қыз отырды. Сосын андай ұйқы туралыдан шығып кеткен ме енді. Сосын келді да, короче, бір дәрі береді маған. Ұйықтатпайтын ма? Жоқ, сондай бір енді. Не ол? Витамин ішушілер ме бала кездерінде? Дәрі береді. Сосын келеді да, мынау айтады, осындай дәрі, короче, қазір ұйқыңды келтіреді дейді, короче. Давай, короче, не дәрі. Енді ол кезде қызық көріп ішесің ғой енді. Нешінші класс? Білмеймін, енді есімде жоқ, бір 7-ші ме, 8-ші класс па, короче. Сөйттік та, ішіп алдым. 11-ші класста бір ойын. Бізде Ақтөбеде білесің ғой, енді Заречный 4 бар, сосын Заречный 1 деген. Екеуі енді арасы бір 5 километр, 4 километр. Мектеп пен үйдің арасы сондай болды да. И сабақтан шықтым, бір 2 сабақ па болды соңғы. Сосын сабақтан шығып, анамla енді ойнап сөйтіп жүресің ғой, бір кезде үйге қайтып кеткен кезде жарты жолда аяқтарын алып тастайды ғой. Уже действие берді. Иә, кішкене вообще түсінбедім, бірақ ұмытып кеттім андай. Жайлап тап бастап кетір, андай вообще жүргім келмей кетір. Жайлап бір орында бүйтіп отырып алдым, жайлап қайтып тұрдым. Сөйтіп үйге келіп ұйықтадым, сөйтсем димедрол деген дәрі беріп жүрген ғана қыз маған. Базар жоқ, хорошо, что жолда. До конца бардым үйге. До конца үйге димедролмен бардым. Хорошо, что ұйықтап қалған жоқсың. Ұйықтап қалып 11-ші класста оянған кезде мені қызық болатын еді достар дегелі. Сіздің до концаңызды тыңдайық. Менің до концам, мен деген, короче, негізінде Қытай кезінде бір димедрол шығардым десе, ойлап тапқан мен едім. Так, бір қызға димедрол бердім. Бір қызды до конца сындырып алдым, короче. Сындырып алдың? Сол менің до концам, бе. Енді сындырып алдың? Содан кейін вообще қыз сынған жоқ. Дым сынған жоқ. Бүкіл до концасының энергиясын соған жіберген ғой. Сол қызға ма, күттайында жүріп тастаған ба қыздарға? Жігіттердің басы бос, қыздар еще имейте в виду. Бұл до конца шоу. Бұл жерде біз танымал жұлдыздардың әлеуметтік желіде қаншалықты батыл екенін тексереміз. Ойын шарты: қонақ таңдаған тапсырмаға байланысты ыңғайсыз, ұятты сторис немесе пост салуы керек. Тапсырма орындалмаған жағдайда тағы 2 таңдау бар. Ол әдеттегідей коктейль немесе құпия тапсырма. Орындалған тапсырмалары арқылы бағдарлама соңында кім до конца, кім батыл екенін анықтаймыз. Мен бастайын ба? Баста. Басасын, давай. Давай, таңда, мынаң ішінен. Кез келген. Любой. Не алайыншы? Таңда. Сан? 1. Өте әдемі. 1-ден бастадық. Сан, вообще, неден басталады? 1-ден басталады. 0-ден басталады. Ойбай. 0 деп. Так, бірінші тапсырма. Қиын ештеңе жоқ. Өнер саласындасында жігіттер әншісіңдер конкретно ше. Өте жақсы айтасың бақа. Сондықтан қазір түк қиын ештеңе жоқ. WhatsApp-қа Сакен Майғазиевтің WhatsApp-ына жазасың. Бірінші өлең айтасың. Кәдімгі күштілеп тұрып ше, өзің даусыңды көрсетесің. Голосовоймен ән айтасың да, аға, Музартқа аласыз ба? Кенжебек ағаның орнына дейсің. Мен қазір топқа қосылғым келмейді, өйткені менің тобым бар.
сосын мен нешем ананы ішем. Мынау сен қызыл таңдайын тұрсың бақа. Мынау Сәкен ағаңнан да қиын. Бұнда Мейрамбек ағаң жатыр дейсің. Мынау ше. Мынау 3 ақ ұпай. 3 ақ ұпай. Поддержим, давайте поддержим. Қолдаймыз. Так, 3 ұпай. Аздан бастан кетті. Желеп. Анау дейсі. Одан да таңдай ғой. Ауырып кетудем. 4. Бақаның таңдағаны 4-ші меню. 4-ші менюда бізде не бар? Бізде жұмыртқа бар. 2. Беріктікі десең. Ойнайды. Апельсин бар. Жоқ, лимончик такой. Перчик. Перчик жақсы көреді негізі бол. Перчик жақсы көреді. Ашында жақсы көретін ба? Және оған қосында қымыз. Қымыз да жақсы көреді. Қымыз да. Бәрін жақсы көремін жақсы. Бәрін жақсы көремін. Олай болса, коктейль жасауға кірісеміз, достар. Так, жігіттер, коктейль, бақа, арнайы сен үшін жасалатын. Ең бірінші сұйықтықтан бастаймыз. Қымыз. Қазір қымыз хит. Екінші жұмыртқа. Или біреу жарайтын бет. Нормально. Эй, до конца дейшіш. Лимонды қалай жасаймыз? Сал жібереміз? Басқа қалай жасаймыз? Басқа ешқандай жасай алмаймыз? Қазірге 4 штук кетті ал. 3. Қатты кезегенсің берік. 4. Қатты қыз емес, жақсы көрмей тұр ғой сені, по идее, жақсы көрмей тұр ғой, жақсы көрсе айтады ғой, до конца дейді ғой. Көрші фишка до конца ғой бізде. Ендеше сәттілік. Машинкеге риза болам бар ғой. Лимон, не, ештеңеге қарамай шашып дейді ғой кәдімгідей. Ал, мынау сіз үшін арнайы дайындалған. Ерекше коктейль. Ерекшелігі. Болма? Да, ашығын. Негізі сұхбат нет осы ішкенде қандайдан бар деген. Күшті как? Білесің ба? До конца шамай? Күшкен ба? Осыған отырып алсаң. Өнде таңертең. Қол ойын ба қолдай? Қиын екен үшеу. Көресің ба? Сен сондай болсаң. Иісі нормально, по идее. Иісі күшті. Приятный иісі шығып тұр, мұрнынан шығатын да. Бұлқын тұтпайды екен кішкене. Ішкен бірақ, По идее, нормально. Бірақ шамалы соңғы жағында ашып көреді екен. Бір жақсы жері, екеуі бір тапсырманы бөліп те орындай алады екен, достар. Әдемі, бір қолдап қойыңыздар, красавчик бақа. Молодец. Сонымен бізде бақада алғашқы ұпай. 3 ұпай. Шын жүректен құттықтаймыз. Молодец. Маған 1 ұпай қосылмай ма? Саған ешқандай ұпай. Талмаңдай ма? Өзім сияқты ұзын таңдайды. Нөмірі 5. Еркебұлан тоқтарды белгілеп. Ше. Бұрын спортшы ретінде ұнайтын еді, қазір білмеймін, кәдімгі жігіт ретінде ұнайды. Қалай болады екен деп сал жіберу керексің, короче. Қалай? Жарт жібереді. Бірақ мен бар ғой, негізі история жүргізбейтінім бар ше. Вот история адамдар шок болсын. Мынау не деген история? Жүргізбейтінім бар да, бірақ мынандай историямен кіріп көрсем деген бақуайын. Кәдім шулат жүрейініп соң кәдім. Күшті. Мына тема жұрт. Тема кетеді ма? Сен қайсысын алдың сен? Ананы жасылды алдың да? Жүрет. Жоқ, бұған неше, жоқ, тоқта дейді қандай. Сен оны танымайсың, ол сені танымайды. Танысуға деген әдемі мүмкіндік емес. Давай, бәрі кеттік бас. Давай, мен 3 ұпайдан бастап көрейінші. Ананы сіз... Көрейік та? Мынау шамалы деген. Сен дейтін, демидрол ішіп ұйықтамаған адамсың ғой, спортсменнің ударына точно ұйықтамайсың сен. Мынау деген шамалы бір қызық болып тұр. Өшпесің осыны араны? Бірақ күн ғой, 24 сағат ғой. 24 сағат тұру керек бе ше? Қалай тұру болады? Дух тұрмайды дегенде емес, по идее. Сен батыстың баласысың ғой. Ондай да емес, әңгіме. Просто ол әңгіме басқа жағында болып тұр ғой. Хахауат. Хахауат. Қызыққа көрерменің тексересің. Күлемі. Шоғытық әшейін қандай қосын. Давай көрейінші. Говори. Не істеуім керек? Не салым керек? Билеп сторис сал жүресің ғой. Бұрын спортшы ретінде ұнайтын еді. Қазір білмеймін, кәдімгі жігіт ретінде ұнап жүр. Не болып жүр маған деші болды сосын. Вдруг? Қалай, жаңа сен бұрын... Атын айтпеймін ғой, короче. Белгілеп жүресің ғой, просто белгілеп кетесің, бедесің ғой. Бұрын спортшы ретінде ұнайтын еді, қазір білмеймін, кәдімгі жігіт ретінде ұнап жүр. Не болып жүр маған де?
сосын белгілеп жібер. Ол көреді. Ауыр екен. Ол көреді. Сосын вдруг сен де оған ұнап қаларсың. Мұндайды бісміллә деп бастамайды ғой. Бұған ештеңе керек емес, ештеңе. Просто бастап кетемін. Просто бастап кетемін. Резко. Сториске кіріп келгенде кеттік. Мен бірінші түріп көрейін. Қарайық сосын. Қарайын, бірге қарайын. Қарайым қалай болып тұрғанды. Оған ұнайтындай болып тұрмын ба? Ұнамайтындай болып тұрмын ба деп ше. Ұнамайтындай болып тұрмын керек қой. Бұрын спортшы ретінде ұнайтын еді, қазір жігіт ретінде ұнап жүр. Не болып жүр маған соңғы уақытта? Сау. Серьезно айтсаңшы? Енді белгілеп жүр. Нижний пробел. Еще жүрек салып қойсаң. До конца. До конца. До конца. Сен До басшы. конца. Бейба кетті. Мен бастым, сен қара салынғанын күтіп отырмын. Қалай өзіңізді қалай жақсы сезініп отырсыз ба? Бір түрлі екен. Бір түрлі? Бір түрлі болып тұрын. Қазір мен ол бәрі не болып тұр. Бір түрлі болғаны бұлай тұрсын, қазір ол көреді. Сосын сенің түріңді шығарады. Берік, неге көптің ішінен мен таңдадысың? Лички жазып жүрсе. Еще арткесін ашып берсе кәм, спокойно мініп кәм, бақаға бітіп кетсе. Не айттым? Не айттым? Достар, Беріктің прошивкасы ұшып кетті осы. Құрмет достар, біз бір жігітімізден айырылдық. Бірақ біз оған мұңаймаймыз, кешіміз жалғастырамыз. Ендігі кезек Бақада, Бақаның доконцасын тексереміз. Бақа, кезек сенде. Жалпы мен негізі бүгінгі ойынға тек қана ішу үшін келдім негізі. Мен тек қана ішіп кетем болды. Мен қазір запойда жүрмін. Мен ішіп кетейін деп тұрмын болды. Мынадан таңдайсыз, мынадан тек қана осыдан таңдаймыз. Осыдан таңдаймыз. Қалғандардың неғып шансы неғып береді. 4 сторис түсіріп жүру керек болады. Құрметті достар, сәл қиналып тұрмын. Қарным ашып, ақша болмай тұр. Сондықтан кім дәл қазір маған 2000 теңге жібереді, мен соған өз голый фотом жіберемін дейсіз. Бақа телефон алғанда қараған кезде болдың қарны аш және голый фотолар өте көп сияқты дейсің. Скрытыйында ма? Алысты ма? Bir сұпайға кетті Бақа. До конца. Құрмет достар, менің қазір қарным ашып тұр. Кім менің кәсіби голтыма 2500 теңге лақтырады, соған менің голый фотоны жіберемін. Или 5000 теңге болса да болады. 5000 теңге болса 2 гол. Телеграм ссылкада белгілеп қойса. 500 теңге лақтырады. Шығып кетті ме? Соған менің... Енді, мен андайымды, кәсіби голтымды. Давай Каспий голд жазып жүрек. Номер жазып жүрек. Давай жазып жүрек. Давай номер Каспий. Мен Каспий номерім жазып қойшы. Давай. Мен Каспий номерім жазып қой. Мен номерім жазып қойшы. Мен саған айтам кімге жүру керек екенін. Давай, айтыңыз. Так, 8775. Ой ғой. Мен кайфкен, Бол кетті ғой. Ей, красавчик, достар! Ладно, ойланып қаламын. 2. Номер 2. Екінші номерде бізде тоже сторис салып жүру керек болады. Достар, жаңа телевизор қосып қалдым. Бір мезгілде жағымсыз желкеншті дауыс құлағыма келіп, құлағым қанап. Қарасам, телевизорда Әлішер Қонысбаев өлең айтып жатыр. Телевизорда айтып Мен оны таныймын да. Сон біліп тұрып қой. Еще белгілеп салып жүресің. Қорықпа, сені Тоқтар қорғайды десең. Сені еркебұлан Тоқтар любой жерден алып шығады, бауырым саспа. Көп ойланбай коктейль ішейін құрсын. Ят бар. Ят бола ма? Ят бар. Енді бұл жерде өздерінің... Ят бар десек. Чек. Берік, саған бүкіл қора. Прикол тауып жүріп тұрғай. Бұл андай ғой, 4. Сондықтан қазір мына ортаға шығасың коктейль дайындайтын жерге. Басыңа 3 жұмыртқаны жарамыз. Нормально ғой. Таңдадық қой. В любом случае, басқа вариант жоқ сенде, Берік. Кет, құрмет қошеметпен Берікті до конца қинауға барамыз. Мынау бір ерекше жер, бұл жерде коктейль дайындалады, және конкретно до концаларды тексеретін жер. Салфан жоқ қой, бүйтіп қой. Ештеңе жоқ, себебі... Бүйтіп тұрайыншы дейді қандай. Шашымды бүгін ғана істеп едім.
болсаң бүгін ғана істей бер. Сүмірейме. Мен қалай тұруым керек? Тіке тұр. Еңсені көтер, тіке. Сүмірейме. Тіке тұр. Тіке. Берік, наоборот, тіке тұр. Тіке тұр. Былай тұруым керек. Үстіме шашайды ғой. Дымында қылмай, деп андай. Ей, қорқпа, берің. Тренч кішкене. Берің, ештеңеден қорқпа, ештеңеден. Деп басын жарып тозақ жұмыртқа жарады. Шығайна бар үстіге. Давай, тағы біреуін көрейік, кеттік. Опа! Кетті. Мына жақта үстімен шашады па? Ош, мәт сұқпа. Аяды, мені аяды. Действительно баратсың ғой кәдімгідей. Молодец, өте ризамын. Сонымен кезек Бақа сенде. Чо там таңда. Қалай өзіңе шашың жақсы болып тұр ма? Жақсы болып тұрған Жақсы болып тұр. Жақсы болып тұр. Мен немен қарайыншы дейді ғанда есіне түсіп кете ме? Кімге? Тоқтар қарайды. Тоқтарға ұнаса болды. Нормально, әдемі. Күнде жұмыртқа жағып жүрем. Әншілер баяғыда жұмыртқа ішетін еді, енді бастарын жаратын болып шешті, достар. Кеттік Бақа. Нелерді Надан таңдайсың? жасылдарды алтын ойды? Жоқ, бірінші мен осыған аламыз. Сонымен 6, бізде 6 ау. Так, 6-шы тапсырма. Арнайы сүйін үшін. Короче, Ол да тұр жандай ма? жоқ, бұл короче орғы жаз жүру керек. Жаз жүру керек. Телефон бар, группа бар ғой, WhatsApp-та қазір дамыған. Сонда отбасы деген группа бар. Бар ма ондай группа, телефон? Бар ма? Қалай аталады сендердікі? Мысалы біздікі өзіміздікі. Сендерді қалай? Отбасы деген группада жоқпын. Менде WhatsApp жоқ. Біздің группа туысқандар ау деймін. Туысқандар? Қайдан соншы катал? Бауырлар деп тұр екен. Бауырлар екен біздікі. Ішіне мама, папа бәрі бар. Сол группаға жаз жүру керек. Мам, пап. Не десеңіздер де, 2 баласы бар қызға үйленгім келіп тұр. Баталарыңды беріңдерші дейсің. Самый проблема осы ғой. Айтып атмай ше. И так келін күтіп жүр ғой. Болды, мені как раз айтып жүресің. Мам, пап, дұрыс түсініңдерші. 2 баласы бар. Қыз алғым келіп тұр. Тек баталар. Жаз жібереді ғой. Жаз жібереді. Да? Жаздан бе андай енді? Кәдімгі айтып жүріңдер деп. Немен ба? Өзің білесің деп тұр ғой. Саған оқылу керек қой. Жоқ, неге жаз жіберсе серьезно болады. Баталарын алу керексің ғой. Сама сәлімдерді қалайсыңнан бастайын кішкене. Солай серьезно болады ғой. Күнде жаз жүрген сияқты, бүткіл тексеріп материалдарын ше. Сәлем бердік, қалайсыңдар? Қалайсыңдар, амансыңдар ма, иші аман ба деп баста кішкене. Сәлем бердік мама, папа. Запись экран ваша, запись экран. Запись экран. Давай. Ойбай, қолым білді отыр. Сәлем бердік мама, папа. Сендерге айтар жаңалығым бар. Мама, папа. Жаз. Сіздерге айтар жаңалығым бар. Жаңалығым бар. Бар. Жүйек қой, осыны жүйек қой, оқи берсін. Жаз. Мам, пап де. Жаз. Мам, пап. Мама, папа. Мені дұрыс түсініңіздер. Мені дұрыс түсініңіздер. Өтір. Өтір. Мен не десеңіздер де. Аранжировканы құрбатын. Не десеңіздер де. 2 баласы бар. Жас. 2 баласы бар де. 2 баласы бар. Давай, қосайық. 2 баласы бар. Қызға дейін ба? Қызға үйленгім келіп тұр. Үйленем деші мүшім. Үйленем. Деп шештім. Жақсы қосып тұрсың. Деп шештім. Маған баталарыңды беріңдер. Маған бата беріңіздер. Бата болып қойып тұрмыз. Шошып кететін шығар. Кетті да. Болды. Енді күтеміз ба? Балада отбасы жоқ, достар. Мамасы оқыды. Мамасы сразу оқыды. Мамасы сразу оқыды. Бля, қақа болсақ. Қақа болмайды? Жазды. Самый главный істеді. Онымен қоса Айгүл апасы оқыды. Бір қошеметтен шапалақтап қояқ. Оны қой. Мамасы сонда бардым. Давай, громкиймен. Ау ма? Laqlaq ne yazapsın? Ау, sen bir... Baktı o ne yazapsın? Ау, жай, нет. Мен сол
Екі баласы бар, бір қызға үйленгім келіп тұр. Мен оны жақсы көріп қалған сияқтымын что-то. Какой? Ау. Сәлім бердік, Бақаның мамасы, сәлім бердік. Бақа бүгін бізде до конца шоуда қонақта, бұл оған берілген тапсырма еді. Балаңыз соны күшті орындап тұр. Сіз алдандыңыз, апа! Сіз енді YouTube желісіндесіз, бұйырса апа, до конца шоу деп YouTube'қа жазыңыз да, өзіңізді көріңіз. Бір букет гүлді балаңыз арқылы беріп жібереміз. Бірақ апа, ол шын айтып отыр десең, ойнап айтам, апа, жақсы, рахмет сізге көп-көп, ештеңе уайымдамаңыз, бұйырса жақсы келін әкеледі деген ойдамыз, Бақа, өте ақылды бала ғой, ештеңе уайымдамаңыз. Аяқ қол дірілемесін, шаршама, тек шаршама, аяқ қолың талса да, апа, болды, тойда кезіскенше, апа, бұйырса. Бір қошеметтен шапалақ таппай, красавчик, Бақа. Жағып кеттім бірген, тиереп кеттім. Қора деген өзіге келді ғымна дейтін кәм. Мен досқа келдер басқа дейді. Конкретно өзіне. Соңғы тапсырма, ол Берікте. Берік, сенде әдемі мүмкіндік қазір. Данный момент 13, сенде 10 ұпай. Сен ұту керексің, немесе... Анда соңғы ма? Мынау соңғысы, ең соңғысы. Көтерді, ма айтшы бер. Ішінде не жатқан? 3 деп тұр. 3 деп тұр. Сонымен Берік, мынандай сторис сал жүру керек болады саған. Аға буын, бізден ән ұрлауды қашан қоясыңдар? Қайрат Нұртасқа заң бар ма жалпы Қазақстанда? Мәселемізді шешіп беріңіздер деп, астарлы ақиқатты белгілейсің, еще Қайрат Нұртасты белгілейсің. Сосын карьераны қоясың, ауылға қайтасың, үйленесіңдер, балда шаруа істейсіңдер. Ауылда шаруа істейтін тұрып тұр. Ақтөбеде қар деген зеден келіп тұр. Ну, не, серьезно нәрсе екен, не давай. Серьезно. Мынаң бір несі бар ма, шындығы бар ма? Қой жоқ, просто анандай. Енді саламайтын біліп тұрмын ғой өзімнің десең. Астарлы ақиқат қазір кетіп болып жатыр ғой құрсын. Бар көпесіне ма? Не соны айтамын? Бар, өлең айт. Так, мен негізі бар ғой, негізі маған қызық болып тұрған айтайын ба? Оны соңғы тапсырма коктейль ішкім келіп тұр дейді ғой сразу андай. Не қытай, не істегім келіп тұр? Давай мынаны көрейінші, бір келгесін до конца көрейікші. До конца. Екі дене бар екен. Екі дене бар. Тамаша. Так, екіде бізде бастан жұмыртқа кетті, енді бізде бетке торт жабыстыру. Негізі бар ғой, дейді қандай. Негізі бар ғой, негізі соны кейде ана ойлайтын. Вообще мен туған күнде торт жабыстырып көрген жоқ бетіме. Көргің келе ма? Бір кездері қызық қарайтын, қалай болады екен осы. Біздер армандарды орындаймыз. Сен үшін арнайы. Давайте happy birthday to you сделаем, да? Негізі оңай сияқты. Оңай. Туған күніңмен шын жүректен құттықтаймыз. Саған сәттілік, творчестволық сәттілік. До концаның атынан happy birthday to you. Давай, дос ретінде келіп, мына кісінің басын алып, мына жерге бізге мөр қылып тастап кетсеңіздер. Кеттік, давай, ауысайық. Ал, бисмилля. Бауырым, туған күнім. Бір, екі. Тоқта деймін. Бітірім. Бір, екі, үш. Давай, ей. Нұқым жетті алма. Осындай әдемі көңіл-күйде біз бүгінгі бағдарламаны өз мәресіне келіп жеткіздік. Бізбен бірге болған Бақа Берік, біздің демеушіміз болған Жұлдыз шоу тойымдасы орталығына шын жүректен алғыс білдіреміз. Каналға тіркелеміз, подписчик жасаймыз, бізді қолдаймыз. Кімді шақырайық? Жазып кетіңіздер. Келесі кездескенше. Жегилар! Маза жоқтың.